Газ адиабаталық жолмен ұлғайғанда 200 джоуль тең жұмыс істеді. Оның ішкі энергиясының өзгерісі дейді. Мына жақта мән беретін нәрсе бізде адиабаталық жолмен, яғни адиабаталық жол кезде жүйеге сырттан энергия кірмейді, яғни ол ода Q бізде нөлге тең. Ал бізде термодинамиканың заңын еске түсіретін болсақ, ол жақта Q тең ішкі энергия қосылған А. Енді мынау бізде мына жақта жоқ, бұны алып тастаймыз. Енді ішкі энергияны табатын болсақ, ішкі энергия осы жақта тұра берсін, А-ны арғы бетке өткіземіз. Сонда минус А қалады, яғни оны мына жаққа қарай өткізіп, осылай жаздық. Сол кезде бізде ішкі энергияның өзгерісі минус жұмысқа тең. Яғни біздегі жұмыс бізде айтылған ол 200 джоуль екендігі. Просто осы 200-дің алдына минус 200 деп қабылдаймыз. Сол кезде бұл ішкі энергияның өзгерісіне алып келеді. Бұндағы бізде дұрыс жауап А варианты. Так, келесі бізде. Суытқыштың температурасы 27 Цельсий, пәк 80% болатын идеал жылу машинасының қыздырғышының температурасын сұрап тұр екен. Яғни бізде Т2 деп аламыз суытқыштарды. Ал оған 273-ті қосқан кезде 300 Кельвин. Ал оның пәгі бізде болады 80%. Пәктің формуласын еске түсіретін болсақ, Т1 минус Т2 бөлінген Т1 көбейтілген 100%. Енді осы жақтан, так, 100-ді пока что ескермей қоя тұрайық. Жай-жайына қойып шығайық. 0,8 деп ананы 100-ге бөліп сразу алайық. Т1 минус 300 бөлінген Т1. 0,8 Т1 тең Т1 минус 300. 300 арғы беттен ана жаққа, сол жаққа плюс болып өтсін, ал 0,8 ана жаққа минус болып анадан азайтылып кетсін. Сол кезде бізде есептің жауабы 1000 Кельвин болады екен. Бұл бізде Б жауабына сәйкес келеді. Бізде үшінші есеп Т1 тең 50 Цельсий. Так, аңды үлкен төмен кетіп қапты есептің берілгенде. Енді ештеңе болмас қазір. Т2 тең 5 Цельсий. Салыстырғанда, молекуланың концентрациясы 5 градус Цельсиймен салыстырғанда неше есе артық деген екен. Яғни бізде мына бір қазір қысымдардың өздерін жеке-жеке астыға жазылайық. Килопаскаль. П2 бізде 0,93 килопаскаль. Енді бұлардың өзара бір-біріне деген қатынасын аламыз, яғни бізде бірінші N1 бөлінген N2 тең болады P1 бөлінген P2. Осы бойынша қазір есепті жай-жайларына қойып шығаратын боламыз. Так, бізде мынау температураларға қазіргі уақытта мән бермей қойыңдар, бұл тек есептің шартын толықтыру үшін берген. Мына жақта біз қазір қысымдармен жұмыс жасаймыз, яғни бізге мына екеуінің бір-біріне қатынасын сұрап тұр. Сәйкесінше ол бізде дәл сол қысымдардың қатынасына тең болады, яғни 12-де 3 бөлінген 0,93. Жуықта бағанда бізде яғни 13-де 2 деген жауап шығады екен. Енді бұл бізде шамамен Д вариантына сәйкес келеді. Изотермиялық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңы. Яғни бізде бәріміз білетіндей С вариантында тұр бірінші заңы. Бірақ бізде процестің түрін айтқан, изотермиялық. Изотермиялық процесс ол бізде температураның тұрақты екенін білеміз. Температура тұрақты болса, әрине бізде ішкі энергия нөлге тең. Яғни ол температураның өзгерісіне тәуелді формулада, яғни оның ішінде дельта Т бар. Сол үшін дәл осы формуланы аламыз да ішкі энергиясыз жазып қоя саламыз. Сол кезде бізде термодинамиканың изотермиялық процесс үшін бірінші заңы шығады екен. Ол бізде А вариантында тұр. Келесі бізде 5. Жабық ыдыстағы газды 140 Кельвин қыздырғанда, оның қысымы 1,5 есе артса, оның бастапқы
температурасы дейді, яғни бізде жабық ыдыс деген сөзге мән берсек, бұл жақта әрине оның көлемі өзгермейді. Көлемі өзгермегендіктен бұл бізде изохоралық процесс В константа. Яғни температура бізде 140, ал қысымын 1,5 есе арттырған кезде дейді. Сонда біз мынандай бір теңдікті құрып алсақ, яғни бізде P1 бөлінген T1, мына жақта негізі V болу керек еді, бірақ оны біз алып тастаймыз тұрақты болғандықтан, ол тең болады P2 бөлінген T2-ге. Яғни бізде T1-ді 140-қа қыздырған, яғни біз T1-ге 140-ты қоссақ, ол T2-ні береді. Бұны осылай жазып алайық. Ал қысым бізде P1, оны көбейткен 1,5-ға, сол кезде P2 шыққан. Так. Немесе бұл екеуінің қатынасы былай, P1-ді P2-ге бөлсек, бізде 1,5 екенін біле аламыз. Яғни біз осы жақта екеуін пропорциямен қазір бір-біріне келтіріп алсақ, T1 мен P1-дің T2 мен P1-дің орындарын алмастырып. Так, T2 бөлінген T1, P2 бөлінген P1. Мына жақта қазір, айтпақшы, үлкен ғой. Екінші үлкен 1,5 есе артқан екінші қысымды, бірінші 1,5 есе кемге бөлген кезде арасындағы айырмашылық сол 1,5 шығады. Яғни біз мына екеуінің айырмасы, бөліндісі 1,5 екенін осы жерден біле аламыз. Ал енді T-лардың орындарына келетін болсақ, бізде T2-нің орнына бөлшектің алымда тұрған T1 плюс 140-ты қоя алады екенбіз. Ал T1-дің орнына ол T1 болып қала берсін. Бізге осы T1 бастапқы температураны сұрап тұр. Енді пропорция бойынша ол 1,5-ға көбейтіліп кетеді. Әлгіні мына бетке қарай минусқа өткізіп 1,5-нан азайтып тастасақ, ол сонда 140 тең 0,5 T1 болады. 140-ты 0,5-ке бөлсек, бізде 280 Кельвин шығады екен. Бізде бұл С жауабында тұр. Келесі бізде айтады потенциалдың өлшем бірлігі, яғни теория бұл жақта потенциалдың өзінің формуласын еске түсірсек, ол әрине энергияны бөлеміз зарядқа. Так, кернеуге ұқсап кетті, бетпегілі берейікші. Так, энергия бөлінген зарядқа, яғни кейбір мектептерде мүмкін көрсеңдер, яғни физика байланысты микросхемаларда немесе ардуиналық аппараттарда потенциал метр деген секілді, оның бұрайтын жерін көріп тұрсыңдар, осыны бұраған кезде сол конструкцияның ішіндегі, яғни потенциал өзгереді, соған байланысты оның қандай да бір бұрышқа ауып айналып тұрады. Енді мына жақта бұның формула бойынша өлшем бірліктерін жеке-жеке жазатын болсақ, джоуль бөлінген кулон. Яғни джоуль бөлінген кулон, әрине бізде физикада оны бүйтіп белгіленбейді. Бұл екеуінің өлшем бірлігі әрине ол вольт болады екен. Яғни В деген әріппен белгіленеді. Бұл Д жауабында тұр. Келесі бізде кедергілері 0,5 килоомнан әрқайсысы 120 вольт кернеуге есептелген. Параллель қосылған 10 шам реостат арқылы кернеуі 220 вольт желіден қоректенеді. Реостаттағы электр тоғының қуатын сұрап тұр екен. Ендігі кезекте бізде қазір кедергілерді жеке-жеке жазып алсақ, біздегі кедергілері әр қайсысы дейді. Әр қайсысы мынау шамдікі болып тұр, онда 0,5 килоом. Яғни біз бұны айналдырып алайық, 500 ом деп. Ал әр қайсысы 120 вольттық кернеуге есептелінген. Енді әр қайсысы болғандықтан бұл шамдікі деп осылай ала берейік. Шамдікінің қасына мен Ш деп жазып кетем. Одан кейін барлығы бізде 10 шам. Ал жалпы желідегі кернеу, ол кәдімгі У бола берсін, ол 220 вольт. Қосудың түрі параллель. Енді бізге электр тоғының қуатын сұрап тұр. Яғни қуатын сұрап тұр екен. Бірінші
қуаттың формуласы осы орайда еске түсіретін болсақ, яғни бәріміз білетін ол IU, бірақ біздің жағдайда айды ашып жіберейік, өйткені кедергі берілген. Ол енді U бөлінген R көбейтілген U. Яғни бұл бізде U квадрат бөлінген R деген формулаға келеді. Яғни бізде қазір әр шамдағы тоқ күшін табайық, I шыны. Өйткені бізде әр тоқтың кернеуі мен әр тоқта өтетін кедергі бар. Сол үшін біз қазір 120-ны 500-ге бөлеміз. Қаз 0,24 дейді. Так, 0,24 ампер. Одан кейін бізде осындай 10 штук шам бар ғой. Бұны енді 10-ға көбейтіп, жалпыны тауып аламыз. Сонда бізде 2,4 ампер екен. Жалпы тоқтан ететін. Одан кейін бізде реостаттағы қуат, яғни кернеудің айырмасын табамыз. Ол бізде жалпы өтетін 220-дан әр шамдағы кернеуді азайтамыз. Яғни бізде 220 минус 120, ол бізде 100 вольтты құрайды екен. Енді бізге керекті шамаларды таптық. Енді формулаға орын-орындарына қойсақ. Қуат тең болады 100-дің квадраты бөлінген 2,4. Жоқ. Мына формула керек емес екен. Мына формулаға керек емес. Біз қазір IU-мен таба береміз, иә. Өйткені біз осы екеуін таптық. Керекті 2 шама. 100-ді көбейтеміз 2,4-ге. Сол кезде бізде 2400 ватт деген жауап шығады екен. Әрине, бұл бізде Б жауабына сәйкес келеді. Келесі электр зарядының сақталу заңының математикалық формуласын көрсет. Әрине, бізде бұл жақта электр заряды мына Б вариантына сәйкес келіп тұр. Өйткені жүйедегі жеке-жеке зарядтар, олар жұмыс жасайды, жүйеде өзара әрекеттесе береді, және олардың жалпы заряды ешқашан өзгермейді. Сондықтан да бұл мына жауапқа сәйкес келіп. Мына жақта вообще константа емес деп тұр, тұрақсыз деп, сақталмайды деп. Ал мыналар уже басқа формулалар, Q-ға қатысы жоқ, басқа өлшем бірліктердің жалғану түрлерімен жасай салған. Негізгі бізде сақталу заңы Б вариантында тұр. Келесі бізде екі нүктенің потенциал айырымы 25 вольт екен беріп қойған. Одан кейін бізде заряд берген. «10 килокулон». Яғни біз бұны оның 4 дәрежесі кулон деп ала салайық. Одан кейін яғни бұның атқарған жұмысын сұрап тұр. Яғни формула бұл жақта өте қарапайым, просто екеуінің көбейтіндісі бізде жұмысты береді екен. Енді бұл мына жақтан шықты. Енді мына формуланы білетін шығарсыңдар, осылай жоғарыда қарай айтып өткен болатынмын осы есептердің басында. Осы жақтан тек қана бір энергия, яғни энергия жұмыс болып кете береді. Екеуінің көбейтіндісі осы жақтан шықты. Осының орындарына қазір просто қойып шықсақ, 25-дің артында 4 0 бар. Енді 25 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесі. Бұл жақта варианттарда 250 килоджоуль. Б вариантына сәйкес келеді. Соңғысы бірдей қашықтықта орналасқан зарядтардың өзара әсерлесу күшінің мәні ең аз болатын орта. Яғни бірдей қашықтықта орналасқан зарядтардың әсерлесу күші, ол бізде кулон күші. Оның формуласын еске түсірейік. К Q1 көбейтілген Q1 Q2 бөлінген R квадрат көбейтілген, яғни ортаның салыстырмалы диэлектрик өтімділігі бар. Яғни бұл жақта салыстырмалы диэлектрик өтімділігі варианттарда беріліп қойған. Керосин вакуумда және суда, спиртте
Бізде айтады ең аз болатын мәні. Бұл күшке кері пропорционал болғандықтан, формулада байқасақ бөлшектің бөлімінде орналасқандықтан, сәйкесінше күшті біз азайту үшін бөлімдегі тұрған сан өте үлкен мәнге ие болу керек. Сол кезде үлкен санды біз жоғарыдағы алымдағы санға бөлген кезде сәйкесінше күште кішкентай сан шығады. Сондықтан да біз варианттардан диэлектрик өтімділігі өте үлкен санды таңдаймыз. Яғни керосин 2/1, вакуум 1, спиртте 33, ең үлкені суда 81 болып тұр екен. Сонда біз С жауабы дұрыс болады екен.